Қиямет туралы тақырыпты таңғалып атсыңдар. Қалай ол, кім барып кепті, мүмкін емес деген сөздер айтасыңдар. Бір, екіншіден, вататхакуна, күлесіңдер дейді, қараңыздар. Күлесіңдер. Кім ол? Қалай ол тірілтеді Алла Тағала бізді қайтадан деп. Вала табкун. Қияметтің сондай қиын күн екендігін естіп атсыңдар, күліп атсыңдар дейді. Қияметтің сондай қиын күн екендігін естіп атсыңдар, жыламайсыңдар дейді. Ва антум самидун, мәз-мейрам, ойнап, күліп жүрсіңдер дейді, қараңыздар. Азаптан құтылу үшін дейді, мысалы, бергісі келеді. Сонда баласын бере салғысы келеді екен. Ойынан жасайды Алла Тағала. Балаңды болса бере саласың ба десе, баламды бере салам деді. Өзім аман қалсам болды. Әйеліңше, әйелімді де бере салам, тек құтылсам болды. Бауырым ше туған, бауырымды да бере салам. Қараңыз, адамның құнын қараңыз қиямет күні. Құр үрлеп, нығметпен үрлеп, шар болып жүрген адамдар дүниеде болды. Қияметтегі қараңыз қандай нәрсе жасап жатыр. Әйелін, баласын, анасын, әкесін, түгел нәрсені. Ва фасилатихи лати туи. Мына сөзге қараңыздар, тіпті қорқыныш, бүкіл руын толық бере салғысы келеді екен да. Мен құтылсам тек деп. Жердегілердің барлығын тозаққа сала салсақ, сен құтылсаң қалай десе, түгелін салып жібергісі келсе салады екен. Алла Тағала айтты, кәллә, әсте олай болмайды саған. Әсте саған ондай мүмкіндік берілмейді да. Иннаха лаза, әні тозақ сені күтіп тұр. Жалындап тұр саған қарай. Қараңыз. Наззағата лишшауа, ана теріңді сыпырады қазір дейді.